тамаша көрсеткіш. Мен таңғалыптым тіпті бар ғой. Рахмет. Сіз бүйтіп құрылысты дәл өз уақытында тапсыратыныңызды білгенде, кезінде үйімді сізге салдыртатын едім. Әттең. Рахмет. Так, жұмысқа көрсек. Кешірім сұрайын. Мен журналист боласын, сұрап жіберейін. Мына үйдің қабырғасы тым жұқа емес пе? Көршілер бір-бірін естейді дегендей ғой? Жоқ, тым жұқа емес. Міне келісім шарт бойынша қабырғаның қалыңдығы метр. Өте керемет. Жоқ, енді сонда да деген ғой. Естілмейді, мен сізге дұрыс жауап бермей тұрмын әлде сұрағыңызға. Көкем, жағаласпай тұра тұршы. Мен сұрақтарым бар, қойып алайын. Так, біріншіден, бұл үйде қанша пәтер бар? Бұл үйде 160 пәтер бар. Өте тамаша. Сонда 160 неміс фирмасынан арнайлап шығарған есік қондырылды ма сонда барлық үйге? Иә. Сіз сол есіктен қалай өтіп кеттіңіз, мен сізді түсініп тұрған жоқпын. Кімсіз сіз? Бұл енді менің жұмысым енді. Өтіп кету менің жұмысым. Журналист мырза, сіз неге үйтіп олай күйіп пісіп жатсыз? Түсінбедім сізді. Енді бұл жерге мен де ақша салған шығармын. Солай ма? Так, былай етейікші. Іске көрсек, отоплениясы қыста ешқандай қиындық тудырмай ма? Міне, осы сұрақты мен қойайын деп жатырмын, ұмытып кеттім. Айта қойыңыз. Ешқандай қиындық туындырмайды деп ойлаймыз. Біздер жаңа қазір технологиямен бәрін салдық. Әлі тексеріп көрген жоқпыз. Бірақ ең бірінші салқындықпен қосып, бәрін қарап, жүргізіп тексеріп аламыз. Қалай қосқан жоқпыз? Нен? Бұның не деп тұрғанын білесіз бе? Ертең қыста бұларды тауа алмай қаласыз. Қазірден бастап тексеріп алу керек. Сіздің дәл осындай айқай шығаратыныңызды біліп, сіздің пәтеріңіздің жылуын қосып қойдық. Іші дейтін жанып тұр, міне. Барып тексеріп, қарап алсаңыз болады. Қазір қарап келем. Қарап келіңіз. Не деген адам мынау апырмай? Танисыз ба? Сіздер таныссыздар ма әуелден бір-біріңіз? Жоқ. Бізге үй салардың алдында ақша салған ғой бұл кісі үй аламын деп. Сіздерден көп тексереді ғой бізге келіп. Күнде кәдімгідей берекетті аласыз. Көңіліңізге алмаңыз енді. Бұл әуелден солай. Сондай ма? Иә. Танисыз ба? Танығанда ол да тура сіз сияқты тендер алып үй салатын адам ғой. Кейін кезде жұмысы жүрмей, соңында халықтың сөзін жүргізетін өзінше журналист болып жүр ғой енді. Осының аты кім білмейсіз ба? Балдыздың ба? Алмаз ғой аты. Бәрі оған «Уадза» дейді ғой. Сіздің балдызыңыз ба мынау? Не қыласың? Оның бәрін не қыласың? Іске көшек. Қалай өтіп кетті деп қоямын есіктен? Кейбір жерлеріңе материал жетпей, арзан салып, ондай болған жоқ па? Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Бәрін қалай келісімшартта қалай болды, солай бәрін істедік. Енді нағыз бізге сенбесеңіз, тағы да бір рет кіріп, қарап, тексеріп шықсаңыз болады. Бұл үйдің барлығын бір айналып шығатын менде уақыт жоқ. Хиджамаға баруым керек. Асығыспын мен. Асығыспын. Кешіресіз, мен үйіме кіре алмадым. Лифт жасамайды, не айтасыз? Қалай лифт жасамайды? Жаңа істеп тұрды ғой. Иә, істеп тұрды. Мен лифттің ішіне кірдім, секіргем, тұрып қалды. Сосын звонокты бастым, ешкім алған жоқ. Істемейді, значит. Не айтасыз? Жоқ, сіз неге лифттің ішіне кіріп секіріп тұрсыз? Онда неге ол сөзде секіреді? Қалай секіреді? Жоқ, сіз лифттен түстіңіз болып шыға төменге. Иә. Онда қалай істемейді деп айқай шығарып тұрсыз мына жерде келіп? Онда ауладағы камералар неге жасамайды? Жоқ, ауладағы камералар келісім шарт бойынша біздің мойнымызда емес, кешіріңіз. Самат Қайратұлы. Білеміз. Оның барлығын білем. Оған сіздің ешқандай қатысыңыз жоқ. Не деген адам мынау? Самат Қайратұлы, сол камерамен мен айналысайыншы. Айналайын, Алмаз. Уадза, Балдыз. Бергелші. Білесің ғой, соңғы жаңалықтарға байланысты көптеген құрылыс компаниялар қара тізімге еніп кетті. Оның ішінде сіздің де компанияңыз бар. Сондықтан сізге бере алмаймыз. Камера ғой? Мен айналса салайыншы. Айналайын. Уадза, Алмаз, Балдыз. Айналайын, бейші. Сен журналист болып жүрсің ғой, иә? Сен бейт. Мади, камераны алып келші. Мади. Журналист деген тек қана микрофонмен жүрмейді. Айтқан сөздердің барлығын осылай камераға түсіріп жүреді. Сен айтқан сөздердің бәрін мынаған түсіріп жүр. Ең болмағанда журналист та қолына келмейді ғой сен. Сен қазір бейтші. Ең болмағанда осы сәтті әдемілеп түсіріп алыңдаршы. Сізбен бірге жұмыс жасағанымызға өте қуаныштымыз.